Тәуелсіз еліміздің тұғырлы күндерінде, абыздар елінде, өзіндік ойы балар орны бар қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясының 42 жылдық тарихынан сыр шертеміз. Маған бүгін керек емес ертегі, ертегіні балам өзі шертеді, тарих керек іргетасы қазақтың, іргетассыз қаланбайды ертеңі. Білім шаңырағының оғы 1981 жылы номер 3 Арылыс орта мектеп ретінде қаланды. Мектептің алғашқы директоры болып, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мұғалімі, Аягөз қаласының құрметті азаматы, еңбек ардагері, аудандық мәслихат депутаты, тәжірибелі ұстаз Жанжігітова Мария Алатайқызы тағайындалды. Білім беру саласында демократияландыру мен ізгілендіру қолға алынды. Елбасының дарынды балаларды оқытатын мектептерге ерекше көңіл бөлу керек. Қазақстанның дамуын қарқынды ететін осы буындар болып шығуы мүмкін дегені көкейкесті мәселе болса, халқымыздың интеллектуалдық және шығармашылық әлеуетін қалыптастыруды, жаңа тұрпаттағы лицей, гимназиялардың ашылуы оның шешіміндей болды. Көненің соқпағында шыңдалған Мария Алатайқызы осы кезеңде жаңаның жақсылығын қабылдады. Гимназия кластарын ашу, эксперимент ретінде сынақ алаңдарын құру тәрізді заманауи істерге мұрындық болу арқылы басшылық тұғырының мықтылығын танытып, дәлелдей түсті. Өзі басқарып қалыптастырған ұжымнан, жас маманнан, оқу ісінің меңгерушілері, мектеп директорлары тәрізді басшы кадрға дейін тәрбиелеп өсірді. Алғашқы директордың ерен еңбегі ұжым мүшелерінің мәңгі жадында. Мектеп түлектерінің бастамасымен қазіргі таңда Мария Алатайқызы атындағы музей жұмыс жасайды. Аягөз білім басқармасының бұйрығымен 1995 жылы номер 3 орта мектептің директоры болып, Бургумбаева Жанар Әмірзадақызы тағайындалды. Жанар Әмірзадақызының басқаруымен мектеп әкімшілігі мектептің материалдық техникалық базасының толықтырылып, дамуына зор үлес қосты. Экономикалық тоқырау кезінде жабылып жатқан 24 000 кітап қоры бар аудандық кітапхананы мектептің балансына аударып, оқырмандар залын ашты. Ауданда бірінші болып компьютерлік кабинетті жабдықтап, ақылы курстар ашты. Сондай-ақ қабілетті оқушылармен жеке жұмыстар жүргізіп, дамыта оқу экспериментті сыныптар ашылуына септігін тигізді. Олардың жетекшілері ретінде Мұхаммедказина Гүлмира Совет ханымна, Дүйсенбаева Асият Серікқұловна тағайындалды. 1997 жылы мектебімізге гимназия статусы берілді. 1999-2022 оқу жылдары аралығында Шумаков Бейбіт Іргебайұлы мектеп гимназия директоры қызметінде болды. Білім саласына қатысты жаңа үлгідегі шараларды ұйымдастыруда өзінің жаңашыл, ізденімпаз қабілетімен көріне білді. 2004 жылдың наурыз айынан бастап Аягөз ауданы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу орталығы мектеп гимназия қабырғасынан бастау алып, жүйелі жұмыс нәтижесін көрсетті. Біріккен ұлттар ұйымының бағдарламасы негізінде мектеп жанынан тамшылатып жүйесін жүзеге асыру мақсатында жылыжай ашылды. Қазіргі білім саласында оңтайлы өзгерістер мен жоғары талаптар мұғаліммен қоса, әр оқушының да шығармашылықпен еңбек етуге жетелейді. Бейбіт Іргебайұлының бағыттауымен мектеп оқушылар мен ұстаздар қауымы түрлі деңгейдегі байқаулар, сайыстар, олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар иеленді. 23 жылғы еңбегінің нәтижесінде Бейбіт Іргебайұлы аудан, облысқа танымал басшы бола білді. 2018 жылы Қазақстан Республикасының ерен еңбегі үшін орденімен марапатталды. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің 2021 жылғы мемлекеттік білім беру ұйымдарының бірінші басшыларын ротациялауда жүзеге асыру қағидалары негізінде қалалық көпбейінді қазақ мектеп гимназиясы коммуналды мемлекеттік мекемесінің директоры болып, 2022 жылдың мамыр айында педагог шебер, бірінші санатты басшы Канапьянова Айнұр Әулесовна тағайындалды. 2022-2023 оқу жылында мектебіміздің басшысы Айнұр Әулесовна Астана қаласында Қазақстандағы балалар жылы аясында өткізілген халықаралық оқыту, тәрбиелеу, жақсы көру тақырыбындағы конференциясына қатысып, ауылдық елді аймақтардағы тірек мектептерінің әлеуетін арттыру жобасының қатысушы сертификатын Назарбаев зияткерлік мектептерінің басқарма төрайымы Шамшиддинова Күләш Ноғатаевнаның қолынан ресми түрде алды. Бұл сертификат біздің ұжымға зор қуаныш сыйлаумен қатар оқыту мен оқытудағы жаңа мүмкіндіктерге жол ашты. Ұстаз деген ұлы сөз ұққан жанға, ұстаздықты ту етіп, ұстанғанға, жаңа ғасыр ұрпағын тәрбиелеп, білім берген ұстазда
арман бар ма деп Шәкәрім Құдайбердіұлы айтып кеткендей, нәтижелі істердің жолында зейнеткер ұстаздарымыздың үлесі зор. Ардагер ұстаздарымыздың бірі Масалимова Төлеуғайша Садуалиевна, Ыбырай Алтынсарин, Аягөз ауданының құрметті азаматы, білім беру саласының үздігі, төс белгілерінің иегері. Ардагерлер баға жетпес ұлы тұлға, лайықты ғой барлық сыймен тартуға, түлектерін мақтан ғып марқаяды, үлестерін қосып жатқан дамытуға. Мектеп гимназияның зейнеткер ұстаздары: Әліжанова Амантай Әліжановна, Мукашева Дания Рысбековна, Хамитова Рахима Қабыкеновна, Ағыбаева Күлжейнеш Қанағатқызы, Идрисова Күләш Тайтөлеовна, Дайырова Қарлығаш Байжұмановна, Тоқпанова Райхан Жүнісовна, Байтөлеова Зәуре Ниязбековна, Тұрлыбекова Мәдинет Жағыпаровна, Жұмадилова Құрманхан Баяхметовна, Өтемісова Нұрпаш Жұмагердиновна, Фаткулина Насипа Фатиховна, Шакаримова Надежда Мағауянова, Сертаева Бақчамал Бояубаевна, Смакова Фатима Кенжебаевна, Жұмаханова Күлзия Орынбековна, Садықжанова Үмітқайша Қабдрасыловна, Макеева Амина Дүйсенбековна, Мұрымбаева Жамиха Тойымхановна, Лейменова Алия Хамзаевна, Ерназаров Жұмабай Қазыбаевич, Қазылбаева Ханшайым Серікбаевна, Байғалиева Қарлығаш Байғалиевна, Даукенова Салтанат Дауыровна, Исенбаева Нұржанат Солтановна, Борбасова Жаңыл Қуанышевна, Жакупова Гүлайым Замзаевна, Масалимов Ырымғазы Масалимович, Бейсенбаева Нұрғиза Зарыққанқызы. 2001 жыл республикалық үздік мектеп байқауына қатысып, лауреат атандық. Байқауға қатысуға талаптанып, лауреат атанғаны қандай бақыт, жетістігі жер жарып гимназияның тұрсыншы өңір жұртын таң қалдырып. 2002 жыл облыстық республикалық панорамалық сабақтар байқауының жүлдегері атанған Жақсылықова Толқын Сериковнаға Мария Алатай қызының айтқаны: толқынға қарап ойланамын толғанам, неткен ғажап жан едің, жас ұрпақты ойлаған деп өз бағасын берді. Тарихи кездесулерге тоқтала кетсек, қаламгер Қалмұқан Исабаев мектептің тұңғыш қонағы болды. Ерлігі ұрпаққа үлгі аңыз адам Талғат Бигелдиновпен кездесу. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Аягөздің тумасы жазушы Толымбек Абдырайымовпен кездесу болды. 21 ғасырдың бет-бейнесі біліммен өлшенбек. Өйткені келер күнді нұрлы етіп, адамзат қоғамын алға апаратын күш білім. Сол білімнің қайнар бұлағы мектеп. Мектептің тынысы мұғалім. 1981-2022 оқу жылдары аралығында 2736 түлек бітірді. Олардың ішінде 114 алтын белгі, 10 күміс белгі, 59 үздік аттестат иегерлері түлеп ұшты. Қазіргі таңда мектебімізде педагог шебер, педагог зерттеуші, педагог модератор деңгейіндегі 98 мұғалімнен 1130 бала білім алуда. Гимназиядан нәр алған, қанат қаққан қырандар, гимназиядан таралған, елін сүйген ұландар. Ілімі жоқты бас деме, ілімі барды жас деме дегендей еңбегімен дараланған түлектер. Толамисов Амангелді Ғабдылкәрімұлы, Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты, бастауыш пен негізгі білімді гимназиядан алған. Диас Ахметшәріп, денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі, журналист. Окушев Батыр, Алматы қаласы, Достар Мета клиникасының нефролог-уролог дәрігері, алтын дәрігер медалінің иегері. Саринов Ермек Ғазизович, Алматы қаласы, Альта медициналық орталығының PhD докторы, алтын дәрігер төсбелгісінің иегері. Жарова Назигөл Мұратбековна, қалалық қазақ мектеп лицейінің директоры. Ержігітова Гүлжан Сабетовна, номер 7 орыс мектебінің директоры. Қамытбаев Қайрат Ғазизович, номер 3 жалпы аралас білім беретін мектебінің директоры. Мусаев Айжан Сейлкановна, биология ғылымдарының PhD докторы. Қилыбаев Талғат Берікқазұлы, философия ғылымдарының PhD докторы, әлеуметтанушы. Темеков Жеңіс, Астана қаласы, бас әскери прокуратурасының баспасөз хатшысы. Тұрсынов Оралхан Тұрсынұлы, Астана қалалық сотының судьясы. Елдос Айбеков, Африка мемлекеті, Уганда мекенінде құдық қаздырып елді ауыз сумен қамтамасыз етті.
Омарова Назигүл Тілеужанқызы, Қазақстан Республикасы Президенті телерадио кешенінің Жібек жол арнасының продюсері, Ысқақ Жұлдызай, ақын, Төлеген Айбергенов атындағы әдеби жастар сыйлығының лауреаты, Баукенов Ерлан, Астон-Мастер фирмасының директоры, Қажығұлов Есен Асқарұлы, Семей қаласының теміржол вокзалының басшысы, Макеева Алия, дизайнер, Мессис Қазақстан 2022, Бекқалиев Қазбек, ақпараттық технологиялар департаменті директорының орынбасары, Имбаев Самат Өміртаевич, Кап Технологий бас директоры, Манжеков Тулеутай Мақсудович, құрметті құрылысшы төсбелгісінің егері, Наурызбаева Анар Сембаевна, жаңашыл педагог төсбелгісінің егері, Қасымбаев Мерхат, Қазавтожол ұлттық компаниясының директоры, Серікбек қызы Айгерім, Алматы қаласы, менеджмент университетінің аға оқытушысы, Жұмаханова Бақыт, медицина ғылымдарының кандидаты, Букашев Сабыржан, Семей қаласы, диагностика орталығына бас хирург, Жақиянов Думан, Астана қаласында ангиохирург, Бураханов Ғалым, Бесқарағай аудандық полиция бөлімінің бастығы, Хасенов Талант Қуантаевич, Ақ Эйр Астана департаментінде супервайзер, 21 ғасыр көшбасшысы, үздік студент, Бұрғымбаева Сәуле, Гумилев атындағы ұлттық Евразиялық университетінің PhD доценті, Аткешева Алия Мажитқызы, Екібастұз қалалық сотының судьясы. Нар тұлғалы түлектер қатары бұл тізіммен шектелмейді. Жаңарған мектеп мұғалімінің алдында тұрған міндет қазіргі заманға, жаңа Қазақстанға сәйкес жан-жақты біліммен қаруланған көшбасшы өнертапқыш тұлғаны қалыптастыру. Толағай табысты, мәртебелі мектебіміздің тарихы осындай.